басымнан өткен оқиғалардың бәрі бұл өмір сабақтары, ата қаладан келген алланың тарапынан мені ояту үшін берілген дүниелер ғой деп мен өзімді үнемі жұбататын. Себебі сол енеммен бірге марқұм енді тірі болған кезінде не болса соған ашуланып тиісетін-ді. Мынаны істемедім, мынаны істемедім. Оның үстіне бір қайнапамыз болды, ол да сөйтіп маған үйіме дейін келіп тиісіп кететін еді. Нұрланға басқа ел бұйыру керек еді, тағы басқасы деген сияқты. Одан кейін қайным болды жолдасымнан кейінгі. Сол өмірімізге қатты араласатын, мені тіпті талай рет ұрып та жіберген еді. Сеніңіз, сенбеңіз, бұл менің өткен өмірім. Бірақ осы бір нәрселерден шығу үшін мен өзімнің ішкі халіммен қатты күрестім. Жолдасым араласа алмайтын да, өте жуас еді.